Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін бізде Toyota Hilux автокөлігі. Көлік жаңа 2022 жылғы. Бұл автокөлікке біз Starline S96 деген сигнализацияны орнатамыз. Ескеріп кетейін, видеода сіз естімеген терминдер болуы мүмкін. Сондықтан видеоны мұқият, асықпай соңына дейін көріңіздер. Және де қазақша контент даму үшін, осындай видеолар көп шығу үшін каналға тіркеліп, достарыңызға таратыңыздар. Каналға тіркелу үшін төмендегі подписаться кнопкасын басу керек. Ең алдымен сигнализация орнатпас бұрын біздер сигнализацияны дайындап алу керек. Яғни проводтардың сымдарын дайындап аламыз. Содан кейін программалық жүйесін сигнализацияға қою керек. Мысалы, мынау бізде сигнализацияның блогы. Компьютерге қосып қойдым. Біз қандай көлікке сигнализация қондырамыз, сол көліктің прошивкасын, яғни Starline прошивкасын, программасын қою керек болады. Онсыз Starline жұмыс істемейді. Неге? Себебі біз қазір көлікке коншина арқылы қосамыз. Коншина деген қазіргі көлікте жүретін сондай бір система. Сол коншина арқылы қондырғандықтан сигнализацияға өзінің программасы керек. Яғни қай көлікке орнатамыз. Toyota болса, Toyotаның программасын жүктеу керек. Mercedes болса, Mercedes'тің программасын жүктеу керек деген сияқты. Ол үшін бізге ноутбук керек, интернет керек, және де осындай USB шнур керек. Құрылғыны компьютерге қостық. Бізде сайт арқылы, kan.starline.ru деген сайт арқылы біздер қазір мұнан осы құрылғынды тауып аламыз. Бізде мінекей S96, мінекей Starline E96, GSM және де S96 деп тұр. Осы S96 кіреміз. Содан кейін мына жерде біз көлігімізді таңдаймыз, Toyota. Мына жоғары жақта біздер көліктің моделін таңдаймыз. Көліктің моделі бізде Hilux. Мінекей Hilux. Содан кейін жылдары бар мына жерде. Жылдарын таңдаймыз. Бізде дейтін ең жаңасы міне жоғары тұрған 2016-23 дейді. Кузовы AN120. Содан кейін комплектациясын таңдаймыз. Кілтпен оталатын көлік пе, болмаса старт-стоп, пуш-стартпен оталатын көлік пе. Кнопка старт-стопты таңдаймыз. Мінекей мына жерде бізде функциялары көрсетілген. Мінекей kan нүкте қойып тұр. Kan деген нәрсе жаңа айттық қой, біздің қазіргі жаңа көліктерде kanмен қойылады. Kan бізде нені қолдайды, яғни нені поддерживать етеді. Мысалы, есіктерді көріп тұрады ол дейтін. Яғни есіктерге, осы нәрселерге бөлек-бөлек жалғамаймыз. Коншина өзі көріп алады деген сөз. Автоматтық түрде өзі осы нәрселерді, нүктеге қойылған нәрселерді өзі көріп алады. Яғни мына жерде 70-80% көліктің бізге сигнализация қатысты нәрселерін көреді. Мысалы, есіктің ашылып жабылуы, және де мысалы зажигание дейтін, двигатель заведен көріп тұрады. Скорость, педаль тормозы барлығын коншина өзі көріп тұрады. Коншина деген не бар? Сондағы екі провод. Екі проводты жалғасақ, осының барлығын сигнализация көлікте көріп тұрады. Түсінікті деп ойлаймын. Осыны қарап аламыз, нені көреді. Тек мына жерде отпирание, центр замка, запирание дегендерді көрмейді екен. Яғни бұған біз бөлек провод жалғаймыз осыларға, керек нәрселерге. Бұлай көп нәрселерді коншина өзі көріп тұр. Қарап аламыз, мұқиятта оқып алуға болады мына жерде. Сосын мына жоғары бөлікте тағы да мысалы точки подключения деген бар. Яғни проводтардың қосылуы. Проводтарды қайдан табамыз? Қай түстер? Коншинаның проводы көлікте мысалы сурет бойынша көрсетіп тұрады қайда екені. OBD разъемда дейді мысалы. Қайда екені мінекей мына диагностикалық разъемда коншина біздің Starline'ның қоңыр ақ және қоңыр проводтарына қосады екен. Цепи запуска дейді. Автозапусқа не қосамыз? Мына жаққа біз бір провод қосамыз. Ол SLP дейді. SLP дегеніміз біздің көліктің рөлінің разблокировкасы. Олардың разблокировкасы Toyotаларда электрондық кілттен қуады және электронды ашылады. Сол автозапуск кезінде электронды ашылу үшін осы проводты жалғау керек болады. История изменения дейді. Онда ештеңе жоқ. Обсуждение. Мына жерде обсудить етіп сұрақ қоюға болады. Мінекей достар, қазір біздер осы программаны
жүктеп аламыз. Жүктеп алып барып Starline'ға біз соны көшіру керек болады. Қазір жүктеу жүріп жатыр. Starline'ның программасы бар бізде. Мінекей бізде жүктелді. Осыны қазір мен ашайын. Мінекей. Қазір оны мен рабочий столға мына жерге шығарып қояйын. Мінекей бізде. Мынау біздің прошивкамыз, яғни программамыз. Starline'мен жұмыс істейтін программамыз. Енді біз Starline деген программаны ашамыз. Енді осы программаны жүктеу керек. Мінекей мына жерде обновить деген бар. Обновитті басамыз. Жоғары жақта основная прошивка. Ол основная прошивка деген ол біздің құрылғының прошивкасы. Сосын бізде прошивка CAN деген бар. Прошивка CAN-ға кіреміз. Оны жерден ештеңе таңдамаймыз. Из файлды басамыз. Из файлды басамыз. Сосын жаңа біздің прошивканы тауып алып жүктеу керек болады. Так, бізде мына жерден бірнеше нелер бар. Соны қазір біздің жүктегенін табу керек. Қайсы екен? Так, бізде мында мына папкаға салып қояйын. Табу жеңіл болу үшін. Так, бізде рабочий столда папкамыз. Мына папкаға жаңа салып қойдым. Осы папканың ішіне жаңа біздің прошивкамызды жүктедік. Жүктейміз. Құрылғыны сөндіруге, ажыратуға болмайды. Мінекей, біздің прошивкамыз жүктелді. Енді настройкасын бірден жасап кетеміз мына жерден. Настройкасын бірден жасап кетеміз. Ол үшін бізде бірге қағазы келеді. Қағазда өзінің коды бар. Ол кодты теріп кіру керек. Себебі код сұрайды ол дейтін. Қазір код сұраған жоқ. Себебі мына прошивка жасадым. Не өзінің. Енді бұл жерде біз қазір настройкасын жасаймыз. Содан кейін көлікке кірісетін боламыз. Достар, YouTube'да электромеханик деген қазақша канал бар. Бұл каналда арнайы техника жөнделі ақпараттар өте көп. Бауырымызды қолдап, каналына кіріп, тіркеліп, комментарий жаза кетіңіздер. Комментарийға менен сәлем жолдаңыздар. Баршаға рахмет. Сонымен достар, қазір программаны жаздық. Проводтарын дайындап қойдым. Керек проводтарын, керек еместерін қиып тастадым. Барлық құралдарды алып, енді біз көлікке орнатуға кірісетін боламыз. Орнатуға кірістік. Біз қазір ең алдымен коншенің проводын жалғап алдым. OBD-ға диагностика раздемға коншенің проводын жалғап алдым. Осы екі провод арқылы бізде көлікті басқарады, сигнализация байқалады. Осы тек қана екі провод арқылы басқарады. Енді сигнализациясын қазір мен плюс-минус питание беретін болдым. Мына жерде предохранитель арқылы плюс бердім. Қазір біздің блогымыз мына жерде тұр. Минусты беріп қойдым. Кузовқа, яғни масса. Содан кейін центр замокты жалғау керек болады. Центр замокты бөлек жалғаймыз мына жерде. Проводтарын қазір тексеру үстіндемін. Содан кейін мана айтып өткен біздің электрондық блокировка рульді кілтеп тастайды. Соғанда провод беру керек болады. Осыған жалғайтын боламыз. Содан кейін тексереміз. Сонымен достар, қазір барлық проводты жалғап қойдым. Мына жерде де SLP-ның проводын, блокировканың проводын жалғап қойдым. Енді тексеру үстіндемін. Бізде көлік есіктері құлыпталып ашылып тұр. Қазір бізде брелок жоқ. Брелоктың орнында осындай метка бар. Қазір мен ашамын. Мінекей, бізде мына жерде көрсетіп тұр, көлік ашылған. Охранадан шешілді. Қайттан кілтеймін, кілтенеді, және ашылады. Бірақ та қазір менде мынандай проблема болып тұр. Көліктегі
мына жердегі мысалы есіктің ашық тұрғаны, содан кейін жаңағыдай тормоз, болмаса автоматтың қай нәрседе тұрғаны, парковкада тұрғаны, соның барлығын ешқайсысын көрмей тұр. Тек қана есік ашық жабылады. Неге? Себебі біз центр замоктың проводтарын бөлек мына жерге жалғаған болатынбыз. Центр замоктың проводын бөлек жалғадық. Бірақ та қалған нәрсені көрмей тұр. Есік өзі кілтеп алады қазір. Себебі есіктің ашылғанын көрмей тұр. Содан кейін қазір мен көлікті оталдырсам да, көлікті оталдырайын. Көлікті оталдырып көрейін. Кілтіміз қайда екен біздің? Кілтімізді алып ішке қояйық. Сосын көлікті оталдырамыз. Мінекей көлікті оталдырдым. Бізде мына жерде двигатель не запущен дейді. Яғни көліктің оталғанын көрмейді. Бізде тек қана центр замок жүйесімен байланысып тұр, сигнализациямыз. Бірақ та қалған нәрсесімен байланысып тұрған жоқ. Ол ненің белгісі? Ол мына айтқан біздің коншинның белгісі. Мына видеоның басында айттым ғой, коншин біздің көліктегі барлық нәрсені көреді, өзі көріп алады деп. Сондықтан қазір мына жерде коншины ажыратып, басқа жердегі коншины жалғаймын. Яғни бұл жерде варианттар көп. OBD-де болуы мүмкін, басқа блоктарда да болуы мүмкін. Сондықтан қазір мен мына бөлікте блок бар. Блок. Сол блоктың штекерінен мен коншинның проводын тауып алдым. Коншинның проводтар көбінесе плетенный келеді, яғни бір-бірімен оралып келеді. Фиолетовый және ақ түсті проводтар бірге изолентімен тұр. Сондықтан осы жерге жалғайтын боламын коншинны. Содан кейін көреміз, тексереміз. Сигнализациямыз біздің көлікті көре ме, көрмей ме? Қазіргі таңда бізде көлікті көріп тұрған жоқ. Тек қана центр замок жүйесімен жұмыс істеп тұр, болды. Басқа еш нәрсені көріп тұрған жоқ. Сондықтан қазір коншинны ауыстырып көреміз. Міне достар, қазір мына жердегі коншиндан ажыратып тастап, мен жерін алып тазарту керек. Мына бөліктегі блоктағы коншинға жалғадым. Енді көлікте барлығын көрдік. Қазір мінекей есік ашық тұрғанын көріп тұр. Содан кейін қазір мен есікті жауып, қандай болып, мына кнопканы бассам қазір. Кнопканы бассам, есік жауып қалады. Тормозды да көреді, мысалы коншинмен уже барлығын көріп тұр. Тормозды басам, тормозды негізі көру керек. Қазір мен көлікті оталдырып көрейін. Көлікті оталдырдым. Парковканы көріп тұр. Тормозды да көріп тұр, педаль тормозы. Содан кейін двигатель работает дейді. Мына жерде түтіннің суреті көрсетіп тұр. Яғни біздің коншина көлікті көрді деген сөз. Сигнализациямен көлік бір-бірімен достасты деп айтуға болады, яғни бір-бірімен тілін тапты. Сол сияқты қазір мен мына жерде өзінің штаттық кілтімен де кілттеп ашуға болады. Сонда да біздің сигнализациямыз кілттенген ашқанын көрейік. Қазір тексеріп көрейік, мысалы. Қазір мен штаттық кілтімен кілтеймін. Мінекей сигнализация кілттенгенін көрді. Штаттық кілтпен ашамын. Сигнализация көліктің ашылғанында көрді. Дәл солай меткамен де жұмыс істеуге болады. Мінекей ашып, жауып тұр. Есік ашылғанын көреді. Жапсам да, мысалы, есікті жапсам қазір, есіктің жабылғанында көріп тұр. Демек, коншина достасты. Енді кезекте бізде автозапуск. Автозапускты істеу керек болады. Ол үшін қазір бізде мында көліктің иммобилайзер кілттегі чипті сигнализацияға оқыту керек. Чипті оқыту керек. Себебі чип болмаса көлікте, онда көлік автозапуск кезінде оталмайтын. Обучение обходный штатный иммобилайзер деп тұр ғой. Соны басамыз. Сосын мына жерден қарап тұрамыз. Көреме екен, көрмейме екен. Ошибка обучения. Қазір ошибка шығып тұр бізде. Кілтті ортаңғы бөлікке қояйын. Сосын тағы да көреміз, обучение басып көреміз. Мына жерде командалар шығады. Есік ашылды, жабылды, көлік оталды деген сияқты. Фото режим обучения обхода штатный иммобилайзер. Ошибка шықты. Енді тағы да басып көрейік обучениені.
ошибка шықты, тағы да ошибка шықты. Так, енді қалай істейміз? Басқа вариантпен көрейік. Біздер кнопканы 14 рет басамыз. 13, 14. Содан зажигание ашамыз. Зажигание ашылды. Енді обучение тағы да жүру керек. Бұл да бір тағы да варианттың бірі. Бірақ міне шықты. Обучение обхода штатный мобилайзер выполнено дейді. Яғни жүзеге асты дейді. Біздің кілтімізді сигнализация оқып алды. Автозапуск кезінде сол жаңағы көлікке біздің чебімізді жіберіп көлік оталдырады. Енді запуск двигателін тексеріп көрейік қазір. Зажигание өшіріп тастайын. Зажигание өшті. Зажигание өшті. Есікті жауып тұрмын қазір. Енді запуск двигателіне басып тексеріп көрейік. Есік кілтеп алды. Автозапуск жасады. Остановить двигатель басам. Көлік өшті. Қазір мен есікті аяғымен басып тұрмын. Көлікте кілт қалып қойған екен. Соған кілт іште деп айтып тұр ғой. Кілтті сыртқа шығарамыз қазір. Тағы бір тексеріп көрейік. Поставить в охрану. Есікті кілттедім. Сосын запустить двигатель. Басамыз. Көлік оталды. Мына жерде көліктің оталғаны шығып тұр. Есік кілттеніп тұр. Остановить двигатель. Енді мысалы мен компьютермен істеп тұрмын ғой. Енді көліктің иесі қалай істейді бұны? Бұны бізде мана айтып өткендей сигнализацияда мынандай брелок қой. Метка дейді бұны. Брелок жоқ, болмайды бұларда. Телефон арқылы басқарылады. Болмаса телефон арқылы басқарады, болмаса штаттық кілт, өзінің кілтімен де басқаруға болады. Ол үшін қазір мен есікті жауып тұрайын, қазір былай аяғымен. Есікті жаптым. 3 рет басқан кезде көлік оталу керек. Қазір кілтеп алайын, мысалы. 1, 2, 3. Зажигание ашылды өзі. Жаңағыдай оталады. Және диагностикада да оталғанын көрсетіп тұр. Сонымен достар, бізде автозапуск жасап тұр. Енді қалған шаруа бізде датчик температураны жалғау, GSM және де клаксон жалғау. Дауыс шығаратын. Датчик температура не үшін? Бұл мотордың патрубкасына жалғанады. Яғни сигнализация мотордың температурасын көру үшін. Және де мынандай настройка бар. Мысалы, қыс кезінде егер мотордың температурасы -15, -20, сондай температураға түсіп кетсе, сигнализация автозапуск қосып өзі қыздырып алады. Яғни автозапуск жұмыс жасайды. Оның настройкасын өзіміз келтіреміз. Қаншаға минуске келгенде өзі қыздыратын. -15-ке қояды, -20-ға қоюға болады. Сол уақытта автозапуск жасап, көлікті қыздырады. GSM дегеніміз біздің сигнализацияны телефон арқылы басқару үшін, және мынау біздің клаксон дауыс шығару үшін. Енді қазір сигнализацияда бізде мынандай метка бар, қара метка. Оның бір настройкасы көліктен алыстаған уақытта сигнализация өзі кілтеп алады. Сол сияқты жақындаған уақытта да өзі ашады. Қазір соны настройка жасап жатырмын. Яғни қаншаға алыстағаннан кейін барып жабылатын, болмаса қаншаға жақындағаннан кейін барып өзі ашылатын, онда біз настройкасын жасайтын боламыз. Енді ол үшін қазір біз есік бізде ашық. Микрофонды ішке қоямын. Екі қолымда енді көліктен алыстаймын.
мінекей осылай мысалы метканы қалтаға салып жүрсек, метканы қалтаға салып жүргенде көліктен алыстасақ, өзі құптады, жақындаған кезде өзі ашып береді. Сондай бір функциясы бар. Енді қазір телефонмен басқарамыз. Бізде қазір көлік есіктері ашық. Телефонмен осылай кілтеуге болады. Есік кілтенді, мысалы ашылмайды. Енді ашамыз, басып тұрамыз. Және де автозапуск жасауға болады. Басып ұстап тұрамыз. Көлік оталғанын көріп тұр. Енді өшіреміз. Көлік өшті. Осылай жұмыс істеуге болады.